Қадірменді тыңдармандар, бұл дұрыс сөйлейік бағдарламалар циклы. Анар ханым, ендігі сұрағымыз бұл даулы мәселе десек те болады. Көп жағдайда сөздерді дұрыс таңдамай жатамыз. Осы жайлы не айтар едіңіз? Енді бұл жайлы көп әңгіме қозғауға болады. Қазіргі кезде ауызша сөзімізден құлағымыз жиі осындай қолданыстарды, қате қолданыстарды шалып қалып жататын болды. Енді оның біз үшін өкінішті, бірақ біз осы бағдарлама арқылы сондай бір қателіктердің басын ашсақ, олар азаяды деп ойлаймын. Бұл неден туындайды? Бұл қазақ тіліндегі сөздердің мағынасын дұрыс білмегеннен туындайды. Сондықтан біздің тіл үйренушілеріміз болса, тыңдармандар арасында оларға қоятын бірінші талабымыз, неғұрлым көбірек сөзді білсеңіз, сіз соғұрлым осы қателерден өзіңізді сақтандыра аласыз. Енді қателердің дені көбінесе мынау қазақ тіліндегі сөздің төл мағынасын түсінбеуден болады. Мысалы, барымта деген бар, ұрлық деген бар, барымташы деген бар, ұры деген бар. Кәдімгідей бір себеппен біреудің малын күнәлі адам болса, ол өтеуін төлемеген кісі болса, біреудің малын, мүлкін алып кеткен адамды оны барымташы дейді. Осыны бізде көбінесе мынау дайындықты ауызша сөз жүзеге асатын публицистика стиліндегі мәтіндерде журналистеріміз осыны ажырата алмай жатады. Барымташысы да ұры, ұрысы да ұры, бәрі ұры болып жатады. Осыған кішкене көңіл аударған дұрыс деп ойлаймыз. Одан кейін кейде жаңағы спорттық жарыстар болып жатқанда ақтық мәреге жақындап қалды деп айтып жатады. Бір түрлі естіледі. Енді ақтық деген бір соңғы демі қалды дегендей мағына беретін сияқты. Өте дұрыс. Міне, Самат, сіздің қазақ тіліндегі сөздердің мағынасын білетініңізді осы бір секем алғаныңыздан байқауға болады. Сіздің дұрыс секем алдыңыз. Өйткені ақтық деген сөз, енді ол шын айтқан кезде өлім аузында жатқан адамның соңғы рет орындайтын әрекеттеріне, соңғы рет ішетін асына қарата айтылады да, ақтық демі дейді. Ақтық демі таусылғанша дейді, мысалы, ақтық асын ішті дейді. Осындай сөзді апарып, мынау соңғы бөлімде өтетін спорт жарыстарына апарып қойып, журналистеріміз, телерадио жүргізушілеріміз ақтық сайыс болып жатыр деген кезде финалды аударған. Астафыралла, спортшыларымыз аман есен болса екен деп отырамыз. Сондықтан бұны дұрыстап қолдану керек, осыдан бас тарту керек бұл сөзден. Енді бұны соңғы сайыс деуге де болады. Мысалы, осы сайыстың аяқтайтын сайыс дейма, енді соған балама табуға болады қазақ сөзінде. Бірақ ақтық сайыс деп айтуға әбден болмайды. Одан кейін соңғы кезде үйғамақ деген сөз, ол бір орыс тілінен тікелей аударылған сияқты. Орыс тілінде домашний арест деген сөзді тура барып тікелей аударған, ал бұндай қамауға алудың бір түрі ғой, енді көп еркіндік беретін, өзінің үйінде ешқайда шықпауды талап ететін бір жазаның түрі. Бұндай енді оны адамды абақтыға апармайды. Ондайды мысалы қазақтар мырзағамақ дейді. Сондықтан үйғамақ дегенді қойып, мырзағамақ деп қолданған дұрыс. Ол ер адам емес, әйел адам болып жатса ше? Ол мәселе оның ер адам, әйел адамында емес. Бұл жерде мырза деген мағына өзіне өзі әлі қожа деген мағынаны білдіріп тұр. Өзіне өзі әлі де болса ие, қамақта отырғанмен әлі өзіне өзі мырза дегенді мәндегі осы мәнге ұқсас қолданады. Бұл жерде қазақ тілінде, енді орыс тіліндегідей род категориясы жоқ. Осы тұрғыда тағы да айта кететін бір осы дұрыс емес қолданыс бар. Бұл сөздерді дұрыс таңдамауға да кіреді бұл қате. Бұл және грамматикалық қателер туралы айтамыз алдағы бағдарламамызда. Соған да қатысты. Мынау род категориясы деп айтқаннан кейін айтып кетейік. Мысалы, азамат деп ер адамға айтады да, әйел адамға азаматша дейді. Бұл тіптен күлкілі. Төраға дейді, оны барып төрайым деп қолданып алды. Бұл қазір заңды түрде бекітілген сөз ғой, азаматша деген біздің төлқұжатымызда солай жазылған. Ол заңды түрде бекітілу мүмкін емес, бұл грамматикалық қате, себебі қазақ тілінде род категориясы жоқ. Ол ер адам болса да азамат, әйел адам болса да азамат, ер адам болса да төраға, әйел адам болса да төраға деп айту керек. Осыны әбден сақ болу керек. Төрайым деген сөз дұрыс емес пе сонда? Төрайым деген сөз дұрыс емес. Өйткені төраға деген ғана сөз бар. Төрайым жасанды сөз, оны жасап алған. Сондықтан осы жағынан өте сақ болу керек. Анар ханым, айтыңызшы, осы контрабандист деген сөздің қазақша баламасы бар ма? Самат, сен өте жақсы сұрақ қойдың. Осыны да мен өзім ойлап жүргенмін. Мынау бүгінгі біздің бағдарламаны пайдаланып айтайын. Контрабандисттік кейде емес, тіпті көбінде қарақшы деп айтып кетеді. Қарақшы дегеннің орысшасы енді пираттар ғой. Ал енді контрабандан қарақшылық дейді.
Ал қазақ тілінде осы бір ұғымға қатысты өзі бұрыннан атау бар. Бұл Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында көп қолданған. Ол әткесшілік. Контрабанданы әткесшілік дейді, контрабандисті әткесші дейді. Осыны біз қазақ тілінің 15 томдық түсіндірме сөздігіне енгізген болатынбыз, сөздіктің авторлар ұжымы. Сондықтан біле жүрген абзал. Енді осындай мысалдарды жалғастыра беруге болады. Күнделікті естіп жүрген мынау бүгін ауа райы қандай еді деп әуелі мынау орта жастағы, егде жастағы қазақтардың өзі айтатындай бір осы қатенің кең таралғаны адамды ойландырады. Өйткені біз білеміз, бала кезімізден естіп келе жатқанымыз қазақтың мысалы көркем шығарманы оқып отырсаңыздар, авторлары танымал беделді жазушылардың шығармаларын оқысаңыз да күн райы деп жазады. Күн райы деген ол күнделікті өзгеріп отыратын мынау табиғаттың құбылысы ғой енді. Ал енді белгілі бір аймаққа өзіне ғана тән бір ерекше табиғи құбылыстарды ауа райы дейді. Мысалы Арқаның ауа райы, Қазақстанның ауа райы. Ал бүгінгі табиғат қандай болады, бүгінгі күн қандай болады дегенде күн райы дейді. Сондықтан мысалы орыс тіліндегі погода ғой енді. Сонда орыс тілінде погода деген сөздің орнына күн райы деп қолданған абзал болар еді де, ал климат деген сөзге ауа райы десе әбден біздің тіліміздің жүйесіне жақын, қолайлы болатын еді. Жақсы Анар ханым, түсінікті. Көп рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы 2015 жыл.